Бәріңіз әлем, бұл Еу фильм сарнасы. Бүгін мен 2020 жылы шыққан әскери драма жанрындағы «Уроки фарси» деп аталатын киносы жайында айтатын боламын. Придумывать слова нетрудно, а вот запомнить все невозможно. 1942 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыс жалғасып жатыр. Немістер Франция жерін басып алады. Басты кейіпкердің есімі Жиль. Оның ұлты еврей. Жиль Швейцария арқылы қашып кетпек болған кезде фашистер оны ұстап алды. Тұтқынға алынған еврейлердің бір тобын атып тастау үшін оларды жүк көлігімен алып бара жатыр. Тұтқындардың бірі жолда кітабын бутербродқа айырбастауды ұсынады. Бұл кітап парсы тілінде жазылған. Баба. На фарси это значит папа. Ақыр соңында жігіт келіседі және кітаптың орнына соңғы қалған асын береді. Тұтқындарды жазалау орнына әкеліп, топ-топпен аяусыз атып бастайды. Бас кейіпкер тобының кезегі келгенде, ол дер кезінде құлап, оқтан аман қалады. Бірақ немістер бұны байқап қойып, оны атайын деп жатқан кезде, ол өзін еврей емес, парсы екенін айтып, бағанаға алған кітабын көрсетеді. Ол неміс түрме лагеріне түседі және оны асхана меңгерушісі Клаусқа апарады. Ну и в чем дело? Мы нашли перса. Клаус парсы тілін білетін адамды іздеген еді. Бірақ ол Жилдің парсы екеніне күмәнданып, оны тексере бастайды. Ол тамақ қалмастырған кітабын алып, баба деген сөз қандай мағына беретінін сұрайды. Жігіт ойланбай, әке деп жауап береді. Клаус жауаптарына қанағаттанбай, парсы тілінде сөйлеуін сұрайды. Жігіт нақаду сөз ойлап тауып, ойдан құрастырылған тілде жауап береді. Ступудан. Жиль өзін Реза деген есіммен таныстырады. Өйткені кітаптың алғашқы бетінде солай жазылып тұрған еді. Бастық іркіліп қалады, бірақ оны парсы мұғалімі және асхана жұмысшысы етіп алуға келіседі. Реза асханада жұмыс істеп жүрген кезде парсы тілінде жаңа сөздер ойлап табады. Хлеб. Радж. Өйткені кешкісін бастыққа барып, мүлде білмейтін парсы тілін үйретуге кірісуі керек. Оқыту кезінде Клаус соғыс біткен бойда Иранға көшкісі келетінін айтады. Клаус Тегеранда мейрамхана ашуды жоспарлайды және ол үшін парсы тілін үйренуі керек. Олар алғашқы сабақты бастайды және негізгі сөздерді үйренеді. Жігіт казармаға қайтып келгенде, ол үнемі Клаусқа бүгін айтқанының барлығын қайталайды. Өйткені бір ғана қателік оның тағдырын шешетін еді. Таңертең сарбаздардың бірі бөлімшенің бастығы Клаусқа келіп, Резаның барлығын алып жүргенін және оның парсы емес екендігін айтады. Бірақ ол дәлелдей алмайды және Клаус сарбазға бұл мәселеге мұрны сұқпауды ескертеді. Бастық псевдопарсының лауазымын көтеруге шешім қабылдап, оны өзінің жеке хатшысы етіп тағайындайды. Клаус Резаға келесі тапсырманы береді: 40 сөзді аудару. Мұндай тапсырма Резаны дүр сілкіндіреді. Өйткені ол бір-екі сөздің өзін әрең ойлап тауып жаттаған еді. Ал мұнда ойдан 40 сөз ойлап тауып, оны еске сақтап қалу керек. Бұл уақытта асханада екі қатардағы жауынгер Резадан қалай құтылуға болатынын жоспарлайды. Олар псевдопарсыға лагерден қашып кетуге мүмкіндік береді. Егер ол қашатын болса, онда атып тастауға рұқсаттары болады. Реза орманның ішімен қашып келе жатқанда, кезекті бір сарбазға тап болады. Сарбаз оған қашудың мәні жоқ екенін айтып, лагерге қайта оралуға көндіреді. На твоем месте я повернулся. Не могу, меня там убьют. Реза оның айтқанын тыңдап, лагерге оралады. Клаус Резаға тұтқындардың атын тіркеу журналына қалай енгізу керектігін түсіндіреді және бұл тапсырмаға 45 минут уақыт береді. Журналды толтырып жатқанда, оған тамаша идея келеді. Екі парақты біріктіріп, тұтқындардың есімдерімен жаңа сөздерді ойлап табады. Брат Хиль. Клаусқа Резаның әдемі қолжазбасы ұнап қалады. Бастық Резаның парсы тілінде жазған 40 жаңа сөзді тексеруге кіріседі. Барлық сөздер тізімде болғандықтан, ол барлық сұрақтарға сәтті жауап береді. Келесі күні Реза басқа адамдардың атын сұрау арқылы жаңа сөздерді ойлап табады. Клаусты лагерь коменданты өз кабинетіне шақырады. Комендант оның парсы тілін үйренудегі жетістіктеріне қызығушылық танытады. За полгода я выучил 570 слов. Клаус тек ағасымен бірге тұрғысы келетінін айтады. Комендант Клаустың псевдопарсымен сөйлесіп жүргені үшін ұрсады. Бірақ ол 35 адамға арналған пикникке тамақ дайындауды сұрайды. Іс-шара кезінде Клаус Резадан ағаштың парсы тілінде қалай болатынын сұрайды. Ал Реза болса ойланбастан, бастыққа алдын үйреткен бір сөзін айтып қалады. Реза, как будет дерево на фарси? Радж. Бастық ашуланып, бұл сөздің мағынасы нан еді ғой деп айғайлайды.
Реза парсы тілінде нан мен ағаштың дыбысталуы бірдей екенін айтып, ситуациядан шығуға тырысады. Бірақ Клаус оған сенбейді. Ол Резаны төбелеп, тас шахтасына жұмысқа жібереді. Реза тез шаршап, есінен таңып қалады. Оны казармаға алып барады. Онда Реза ойдан шығарған сөздерін айтып, күбірлеп жатады. Сарбаз бастықты шақыруды шешеді және ол Резаның күбірлеген сөздерін естіп, оның не айтып жатқанын түсінеді. Он зовет свою мать и хочет домой. Он все-таки перс, да? Бастық Резаға қайта сене бастайды және оны жұмыс орнына қайтарады. Олар парсы тілін үйренуді жалғастырады және Реза Клаустың жаттаған сөздерін тексереді. Келесі күні мына әйел түскі ас кезінде екі жауынгердің әңгімесін естіп, Клаусқа барлығын айтуды ұйғарады. Бұны естіген бастық күліп жібереді. Барлық тұтқындарды тасымалдау күні келеді. Клаус коменданттан Резаны осында қалдыруды сұрайды. Комендант Клаустың парсы жігітпен ғашықтық қарым-қатынаста болғаны үшін өзінің хатшы қызын алып тастағаны туралы хабарлама алғанын айтады. Бұл қауесетті кім таратқанын түсінген Клаус жаңағы қыздың естігенін айтуды ұйғарады. О вас ходят слухи, что у вас крошечный пенис. Таңға жақын комендант осы қауесеттердің бәрін бастаған адамды шығыс фронтқа жіберу үшін ас үйге келуді шешеді. Надеюсь, вы найдете там очень много того, чего вам здесь не доставало. Клаус Резаны жақсы тағаммен тамақтандырып, оны енді дәрежесі бойынша атамауға болатынын айтады. Реза тамақты казармасына алып кетуге рұқсат беруін сұрайды. Клаус сұрақ қоймастан, бұл тамақтан бөлек бұқтырылған еті бар 2 банканы беріп жібереді. Казармада Реза тамақты басқа тұтқындармен бөліседі. Олардың бірі Резаның бұл жомарттығы үшін қарыздар екенін айтады. Түнде казармаға тұтқындардың жаңа тобы келеді. Олардың арасында нағыз парсы жігіті бар екені анықталады. Хочешь сказать, ты перс и молчишь? Ты настоящий перс, да? Мұның барлығын Реза көмектескен жігіт байқап қояды. Резаны жек көретін сарбаз олардың парсы тілінде қалай сөйлесетін тексеру үшін оны казармаға сүйреп алып барады. Казармаға келген кезде парсы жігіт уже бұл өмірде емес еді. Ашуланған сарбаз Резаны өлтіріп қоя жаздайды. Осы уақытта Реза көмектескен тұтқын орнынан тұрып, парсыны өлтіргенін мойындайды. Это был я. Сарбаз бұл тұтқынды атып тастап, барынша ашуланып кетіп қалады. Кейінірек Клаус Резаға оның фашист болғысы келмейтінін және ағасының қасына Тегеранға баруды қалайтынын айтады. Келесі күні түскі ас кезінде Клаус Резаның басқа тұтқындармен бірге қателесіп, өлім жазасында жіберілгенін біледі. Бастық тұтқындардың колоннасына қарай асығыс жүгіреді. Топтың ішінен Резаны тауып алып, өзімен бірге алып кетеді. Но мне нужен приказ от коменданта. Я вас сейчас пристрелю, а потом вы получите приказ. Осы уақытта одақтас әскерлер неміс лагердің аумағына шабуыл жасайды және лагерь коменданты бүкіл штабқа шұғыл шегіну керектігін хабарлайды. Все работы следует немедленно прекратить. Все доказательства, включая оставшихся заключенных, уничтожить. Барлық тұтқындарды атып тастауға бұйрық беріледі. Клаус бұл оның қашу мүмкіндігі екенін түсінеді. Бастық Резаны өзімен ертіп алып, лагерден асығыс шығып кетеді. Мұның барлығын Резаның бетпердесін ашқысы келетін сарбаз байқап қалып, арттарынан жүгіреді. Бірақ оларды қуып жете алмайды. Содан кейін ол көргенінің барлығын айтып беру үшін комендантқа барады. Бірақ олар кабинеттен шығуды бұйырады. Осы уақытта Клаус Резамен бірге орманға жетеді. Жол жөнекей Клаус үстіндегі әскери киімін тастап, оны Тегеранға ұшатын ұшақ күтіп тұрғанын айтады. Клаус Резаға алғысын білдіріп, бостандыққа жібереді. Клаус Тегеранға келіп, шекарада Иран әскерімен ойдан шығарылған парсы тілінде сөйлесе бастайды. Иран әскерлері оны түсінбейді. Льон, Фарси и Бенгель. Осы сәтте Клаус псевдопарсыға сеніп, қаншалықты қателескенін түсінеді. Олар оны фашистік қылмыскер ретінде тұтқынға алады. Реза одақтастарының лагеріне сәтті жетіп, Клаустың хатшысы болып істеген кезде жаттаған 2840 тұтқынның аты жөнін атап береді. Марко Росси, Жан Песис, Мишель Брюза. Достар, видеоны қарағандарың үшін үлкен рахмет. Бұл фильм туралы ойларыңызды комментарийге жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.